Кір сабын кеңес заманынан бері таныс. Онсыз бірде-бір кір жуылған емес. Сабын әртүрлі мақсаттарда, соның ішінде қолды және бүкіл денені жуу, ластанған заттарды тазарту, үй-жайларды тазалау және ыдыс-аяқты жуу үшін де қолданылған. Көріп отырғандарыңыздай кір сабын күнделікті өмірде қолданылатын әр үй шаруасындағы әйелдің таптырмас көмекшісі болды. Ал қазір жағдай қалай? Өйткені супермаркеттердің сөрелерінде сіз көптеген түрлі сабындарды ала аласыз. Бірақ осы уақытқа дейін сынақтан сәтті өткен қарапайым кір сабынды көбі ұмытып кетіп жатады. Соған қарамастан бүгінгі күнге дейін кір сабын ең жақсы және танымал өнім болып қала беруде. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарасаңыздар, бұдан бұлай кір сабынның тұрмыстық қасиеттерінен басқа сауықтыруда да қолданудың пайдалы әдістері туралы білетін боласыздар. Сонымен қатар бейненің соңында біз сіздермен осы өнімнің маңызды қарсы көрсетілімдері туралы бөлісетін боламыз. Кір сабынның пайдасы неде? Кір сабынның басты артықшылығы оның табиғи құрамы және көптеген пайдалы қасиеттері. Өнім жануарлар мен өсімдік майларынан жасалған. Сатылымда сіз 65, 70 және 72% сабын таба аласыз. Олардың бетіндегі сандары ондағы май қышқылдарының пайызын білдіреді. Мұндай пайыз неғұрлым жоғары болса, сабын ластаушы заттар және бактериялармен жақсы күреседі дегенді білдіреді. Ең жақсы нұсқа 72%-лық сабын. Ол өткір иіссіз. Құрамында хош иістендіргіштер мен бояғыш заттар және консерванттар жоқ. Сондықтан сабын ересектерге де, туылғаннан бастап балаларға да қауіпсіз және гипоаллергенді өнім болып табылады. Кір сабынның осындай пайдалы қасиеттері де бар. Микробқа қарсы, вирусқа қарсы, грибоктар мен түрлі саңырауқұлақтарға қарсы, қабынуға қарсы, жараларды емдейтін, тазартатын және ағартатын. Осылайша кір сабын әмбебап құрал деп айтуға болады. Оны тек кір жуу және ластанған дақтарды кетіру үшін ғана емес, сонымен қатар емдік мақсатта да қолдануға болады. Сауықтыруда кір сабынды қолдану. Кір сабынның барлық ерекше қасиеттерін ескере отырып, оның мұрынның ағуына қарсы тиімділігін атап өтуге болады. Сонымен қатар кір сабынмен жаралар мен сызаттар, көгерулер, жәндіктердің шағуы, абсцесс және тұрмыстық күйіктер және тағы басқаларды емдеуге болады. Сабын емдеу процесін тездетеді, ісінуді азайтады және қабыну процестерін жояды. Сонымен қатар кір сабынның көмегімен грибок инфекцияларымен және тіпті грибок инфекцияларындағы ауыр қабынулармен тиімді күресуге болады. Бірінші, тырнақ грибогына қарсы. Ол үшін бір ас қасық ұсақталған сабын дайындаңыз және 1 литр су. Қолдардағы грибоктан құтылу үшін кір сабынмен ванналар қабылдау керек. Сабынды 1 литр жылы суда ертіңіз. Аяқты немесе қолды осындай ваннада 15-20 минут ұстаңыз. Содан кейін зардап шеккен тырнақ пен теріні йодтың спирттік ерітіндісімен қосымша емдеу керек. Процедураны 2-3 апта бойы жүргізу керек. Сондай-ақ грибоктар мен жағымсыз иістерден құтылу үшін күн сайын аяқтарыңызды салқын сумен және кір сабынмен жуып отыруға да болады. Екінші, өкшелердегі жарықтар, дөрекі тері және мозольдар. 1 ас қасық ұсақталған кір сабын, 1 шай қасық сода және 2 литр су дайындаңыз. Сабынды суда сұйылтып алыңыз. Өнімдерді кішкене легенге құйып, аяқты 15 минутқа батырыңыз. Содан кейін аяқтарды пемза тасымен өңдеп, құрғатып сүртіп, нәрлендіретін ылғалдандырғыш жағыңыз. Ал процедура күн сайын, нәтиже болғанша дейін жүзеге асырылады. Үшінші, папилломалардан құтылу үшін. Терінің зақымдалған аймағына кір сабын көбігінің қалың қабатын жағу керек. Процедура ұйықтар алдында бірнеше күн бойы жүзеге асырылады. Ал папиллома қабынған жағдайда емдеуді тоқтату керек. Осындай әрекеттерден кейін папилломалар кебе бастайды және біраз уақыттан кейін өздері құлап қалады. Төртінші, буын ауырсынуы кезінде. Кір сабын буындардың ауырсынуына тыныштандыратын әсер ететіні белгілі болды. Мұны істеу үшін сіз күшті қабынуға қарсы әсері бар түймедақ тұнбасы мен сабын ерітіндісін жасай аласыз. Алдымен түймедақ тұнбасын дайындау керек және оның ішінде үгілген сабынды қою болғанша дейін ерту керек. Дайын жақпаны 2-3 сағат бойы компресс түрінде ауырған буынға жағу керек. Бесінші, суық тию және тұмау кезінде. Кір сабын суық тиюді және тұмау вирустарының жұғуына жол бермейді. Көшеге шықпас бұрын мұрынның қанаттарын сабынды сумен майлау керек. Бұл процедура аурудың алғашқы белгілері пайда болған кезде де жүзеге асырылады. Алтыншы, тамақ ауруы кезінде. Тамақ ауруы кезінде кір сабыннан жасалған компресстер тіпті іріңді түрінде де жақсы көмектеседі. Мұны істеу үшін қара сабынның 1/4 бөлігін үккіштен өткізген жөн. Оған бір үгітілген сарымсақ түйірін қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырыңыз және дәкеге бұраңыз.
Ал теріге жағар алдында тітіркену болмас үшін оны креммен майлау керек. Сыртынан тамақты шарфпен орап 5 сағат бойы ұстаңыз. Жағдайдың жақсаруы 1-2 процедурадан кейін пайда болады. 7. Мұрыннан су ағу және гайморит кезінде. 1 шай қасық ұсақталған сабын, пияз шырыны, сүт, күнбағыс майы, бал және сапалы спирт алыңыз. Барлығын араластырып біртекті қоспа пайда болғанша ыстық будың үстінде ұстаңыз. Үнемі араластырып отырыңыз. Дайын өнімді шыны ыдысқа құйып алып, тоңазытқышта сақтау керек. Қолданар алдында оны жылыту керек. Және дайын өнімді таңғыштың кішкене бөлігіне жағып, мұрын жолдарына салыңыз. Компрессті 15 минут ұстаңыз. Процедура күніне 2 рет жасалады. Емдеуді толық қалпына келгенше қайталау қажет. Ал гайморитті емдеу курсы 20 күнге созылады. 8. Іш қату кезінде. Егер сізде іш қату болса, сіз тіпті кішкентай балаларда да іш қатудан арылуға көмектесетін сабын свечаларын жасай аласыз. 9. Молочница кезінде. Саңыраулық аурулары. Соның ішінде молочница кезінде гигиеналық процедураларды кір сабынмен жүргізу ұсынылады. Жақсы әсер ересектерде де, балаларда да байқалады. 10. Ісінуді жою үшін. Ол үшін кір сабынды суда сұйылтады және проблемалық аймақта алынған ерітіндімен сүрту жеткілікті. Ал мұндай процедура күніне бірнеше рет жүзеге асырылады. 11. Қайызғаққа және майлы шашқа арналған. Кір сабын бас терісінің майлылығын азайтуға және қайызғақты кетіруге мүмкіндік береді. Алайда алдымен кір басты кәдімгі су сабынмен жуып, содан кейін ғана кір сабын қолдану керек. Кір сабынмен жуғаннан кейін шашты жарты литр суға 1 шай қасық мөлшерінде алма сірке суы немесе лимон шырынынан жасалған әлсіз ерітіндімен шаю керек. Бұндай жуу әдісімен терінің су май тепе-теңдігі қалпына келтіріліп, шаш күшейіп, оның түсуін алдын алады. Ал бас терісі құрғақ болған кезде керісінше кір сабынмен басты жуу ұсынылмайды. Себебі бұл қайызғақ пен қабыршықтануды күшейтеді. 12. Жәндіктердің шағуы кезінде. Шыбын шіркейдің шағуымен механикалық зақымдану кезінде және қанға улы заттардың енуін болдырмау үшін, сондай-ақ жараның тез жазылуы үшін терінің зақымдалған аймағын жылы суға малынған кір сабынмен емдеу ұсынылады. Процедура толық қалпына келгенше дейін жүзеге асырылады. 13. Күйіктен, күйгеннен кейін. Сіз зардап шеккен аймақты кір сабынмен мүмкіндігінше тездетіп сабындап, көбікті жедел құрғатыңыз. Нәтижесінде күйік пен қызарудан кейін көпіршіктер пайда болудан қорғайды. Содан кейін теріде тыртықтар мен іздер қалмас үшін жараны 1-2 апта бойы емдеу керек. Осылайша біз сіздердің денсаулықтарыңызға пайдалы кір сабынды қолданудың бірнеше тәсілдерін жинадық. Ал бұл кеңестеріміз сіздердің денсаулықтарыңызға пайдалы болады деген үміттеміз. Кір сабынның зияны мен қарсы көрсетілімдері. Кір сабынды күнделікті денені жуу үшін қолдануға болмайды. Оны үнемі қолдану шамадан тыс құрғақтыққа келеді. Сонымен қатар жеке төзімсіздікке, терідегі ашық жаралар болса қолдануға тыйым салынады. Сонымен қатар кір сабынды жиі қолдану терінің табиғи қорғаныс қабығынан айыруы мүмкін. Бұл терінің тітіркенуіне және қабыршықтануына келеді. Сабынды қолданғаннан кейін терінің бетін сумен жақсылап шайып тастау керек. Сабынды тек 2-3 күнде 1 рет немесе аптасына 2 рет қана қолдану қажет. Егер сіз қарапайым ережелерді сақтасаңыз, кір сабын күнделікті өмірде керемет көмекші болады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.